Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ең үздік әдіс-тәсілдермен таныстыратын боламын. Бірінші әдіс кинолента әдісі. Балалар сабаққа байланысты бейнебаян көреді. Бейнебаяннан көрген ақпараттардың суретін кинолентаға ретімен жапсырып шығады және түсінігін айтады. Келесі әдіс-тәсіл бізде жұмыртқа ашу әдісі деп аталынады. Мұғалім қағаздан жұмыртқалар жасап, жұмыртқаның артына әріптер жазылған жұмыртқа пішінді парақты жапсырады және тақтаға іледі. Оқушылар тақтаға жапсырылған жұмыртқалардың бірінші қабатын ашу арқылы жаңа тақырыпты анықтайды. Келесі әдіс-тәсіл бізде айдаһар әдісі деп аталынады. Оқушылар сергіп алу үшін барлығын бір-бірінің белін ұстатып тұрғызады. Бірінші оқушы айдаһардың басы, соңындағы оқушы айдаһардың құйрығы болады. Басы құйрықты ұстап алу керек. Келесі әдіс-тәсіл бізде кері байланыс бутерброды деп аталынады. Кері байланыс бутерброды дегеніміз бұл бірінші жағымды түсініктеме беріп, кейін құрылымды сын айтып, соңынан тағы да жағымды пікір білдіру. Жағдаяттық мәлімдеме маған ұнады, себебі енді келесі жолы. Келесі әдіс күн тас қоршау әдісі. Ойын оқушылардың зейіні мен қозғалыс жылдамдығын дамытуға бағытталған. Ойын шарты: оқушылар бірнеше топтарға бөлініп тұрады. Кезек-кезек балаларға күн тас қоршау атты бұйрықтар беріледі. Сөздердің айтылу ретін үнемі өзгерту қажет. Оқушылар әрбір сөзге қимылмен жауап беруі шарт. Егер күн деген сөз айтылса, олар алақандарын ашып, саусақтарын тарбитып, қолдарын жоғары көтереді. Тас сөзінде қолдарын түрлі жұдырықтармен көтереді. Қоршау сөзінде алақандарын ашып, қолдарын көтереді, бірақ саусақтары бір-біріне тығыз жанасып тұруы керек. Ойын жылдамдығы біртіндеп жоғарылауы қажет. Ешбір қате жібермеген топ жеңімпаз атанады. Осымен мен ұсынған әдіс-тәсілдер аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Мен ұсынған әдіс-тәсілдер сіздерге ұнаған болатын болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.